Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен саңырауқұлақтан дайындалатын өте дәмді 5 минуттық салат дайындаймыз. Бұл салатқа керек бізге жұмыртқа, укроп, саңырауқұлақ, қияр, тауық еті кез келген түрі. Алдымен қиярды тураймыз. Ұзынша етіп, ұсақтап турап аламыз. Менің каналыма кіріп көріңіздер. Алдағы уақытта сіздермен оңай және тез жасалынатын тағамдармен бөлісіп тұрамын. Осылай ұзынша етіп турап аламыз қиярымызды. Ыдысымызға салып аламыз. Одан кейін жұмыртқамызды қалауымызша 4 бұрышты қылып турасаңыздар да болады. Ұзынша қылып турасаңыздар да болады. Турап ыдысымызға салып аламыз. Сосын тауық етін тураймыз. Тауық етін де қалауыңызша ұсақтап турасаңыздар да болады. Ұзынша етіп, 4 бұрыш деп турасаңыздар да болады. Осылай бәрін алып аламыз. Осылай турап аламыз, ұзынша етіп. Ыдысымызға салып алып, саңырауқұлақтарымызды қауашақтан ашып, суын төгіп, су қалмау керек ішінде. Суын төгіп тастап, ыдысымызға бәрін салып аламыз. Содан кейін укроп, егер болмаса, қоспаса да болады. Өз қалауларыңыз бойынша майдалап, ұсақтап турап аламыз. Үстіне қосамыз салатымыздың. Қалауыңызша көз мөлшерімен тұз, қара бұрыш және майонез салып, жақсылап бәрін араластырамыз. Майонезі кішкене көбірек болған дұрыс. Осылай ыдысымызға салып, осындай керемет дәмді салат. Егер ұнаса, каналыма тіркеліңіздер.